Көбісінің айтатыны қамырым дұрыс ашымайды, дұрыс көтерілмейді, бауырсағым дұрыс шықпайды, пісіретін наным дұрыс шықпайды дейді. Соның бірден бір құпиясы міне, бір ыдысқа ашытқыны саласыздар, оның үстіне қант қосасыздар, екеуін араластырып үстіне жылы су құясыздар. Міндетті түрде жылы су құямыз. Суық су құйсаңыздар, ыстық су құйсаңыздар, дрожжды қатырып күйдіріп тастайсыздар. Сондықтан міндетті түрде қан жылым су құйыңыздар. Өстіп араластырасыздар да 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Содан кейін мынандай болып шығу керек. Міне қараңыздар, көпіршік болып көпіріп, даже кейде мына ыдыстан асып кетуі мүмкін. Болды, осымен қамыр ашыта бересіздер. Сразу қамырларыңыз 15-20 минутта көтеріледі шығады. Егер бұндай реакция болмаса, онда дрожж дұрыс емес деген сөз, яғни ашытқы. Міне қараңыздар, осылай болып шығу керек. Болды, ең басты құпиясы осы. Осылай